Бәріңізге сәлем, сіздермен казахский тигр менің каналыма жазылыңыздар және де лайк басыңыздар. Ал кеттік. Фильмнің атауы Дитя ночи. Алдарыңызда көріп тұрғандай, Сара тоқтың соққысынан өліп қалады. Бұрынғы әйелі Полдың. Екінші әйелі Полдың үйіне келеді сәулем. Баласын күтуге. Аты Эльза. Көріп тұрсыздар. Тамақ ішіп шай ішіп жатқанда алдарынан кім бала шыға келеді. Бұл баланың аты Маркус, жаңағы Пол деген жазушының ұлы. Пол жазушы Францияға ұшып кеткен. Сонда түсіндіре бастайды. Баланы әйел қызыға бастайды. Сен мен әкемнің жас 42-де, сен 22-десің ғой деп. Ата бастайды қызды. Сосын жуынып жатқанда Эльза келеді. Маркусқа әкемен сөйлесіп жатады телефонмен. Қалай ұштың, қалай жеттің, не болып жатсың деп сөйлесіп жатқанда әйел ұстап тисе бастайды, тұнатып. Одан бір түрлі болған Эльза жынданып ашуланып кетіп қалады. Сосын жаңа футбол ойнап жүргенде Эльза оны көріп қалады. Маркус футбол ойнап жүреді. Сосын жаңа почтадағы затты салып алады қалтасына тығып қағазды. Не тықтың деп сұрайды. Айтсашы маған деп. Мен шаруаңыз қанша деп кетіп қалады жаңағы жігіт. Сосын не істеп жатқанда, шомылып жатқанда кімді сұрайды қайтадан. Не хат, не бұл, не жазылған деп. Сосын Маркус айтады, сіз қызықсыз, сіз бір түрлісіз деп. Сол Пол ұшып келеді жаңа Франциядан. Оны жаңағы Эльза мен Маркус күтіп алады. Ұшып қайтып келеді. Сосын Эльза мен Маркус жайлап шай жеміп дайындап әңгімелесе бастайды, бір-біріне жабысып. Итімен ойнап жүр Маркус алуанда. Сосын қандып тұрады жаңағы. Сосын сұрайды, бұл баланың досы бар ма? Бұл бір түрлі ғой деп. Досы бар, бәрі де жақсы, просто мамасы қайтыс болғаннан кейін кішкене жағдай қиындап қалды деп түсіндіре бастайды. Сосын айтады, біз қазір Маркустың ұнайтын жеріне барамыз, қытайский ресторанға барамыз дейді. Қытайский ресторанға барғанда айтады, Маркус оны пьеса алған деп. Ол айтады, мен алған жоқ мештене деп. Бұл жауап береді. Сосын ұрлап алдың ғой дейді. Жоқ, сосын аңдай бастайды, тексереді ящигін осы бала ақша алды ма десе, ящиктен мектептен қағаз тауып алады жаңағы қыз. Сосын әкесі мен баласы ойнап жатады, оны қарап тұрады, Эльза аңдып не істеп жатыр екен деп. Эльза екеуі жайлап сөйлесіп бастайды, бәрі де жақсы болады, мен бұл баламен әлі араласып кетемін дейді, күйеуіне айтады. Сосын мектебіне барады жаңағы Маркустың бұрынғы. Маркустың мектебіне барса, директормен кездеседі. Директор мән-жайды түсіндіре бастайды, бұл бала кішкене ауытқуы бар ма, дұрыс емес бір жер деп. Итті өлтіреді, российский картинкалар салады, кішкене дұрыс емес есі дейді. Мен бұл әкесіне хат жіберген Полға, бірақ Полға жетпеген, бұл бала жыртып тастаған шығар дейді. Бұл Маркустың психологиясы дұрыс емес в общем дейді. Бұл бала немдемесеңдер, бұл бала қиындатып жүреді, жағдайды байқаңдар ал дейді. Сосын екеуі қыдырыс болып тусовкаға келеді. Софи деген жаңағы Сараның бұрынғы несі, подругасы. Сосын айтады, сен Софияның домын сатып жүргенсің ба, неге айтпадың маған деп. Иә, мен сатып жүрдім, бұл дұрып атқан дом сол біздікі, сондайды осындайды жағдай деп түсіндіре бастайды жаңағы Эльзаға. Сосын Эльза екеуі сөйлеседі. Бала не істегенін білесің ба, саған хатты жібермедің ғой, неге оны ұрысқан жоқсың дейді. Үндемей қалады жауап беріп. Сосын айтады, сен менің баламды қабылдағың келмейді ғой дейді. Сосын үндемей ашуланып қалады Эльза. Мен оны қабылдағым келеді, мен көмектескім келеді деп. Сосын күйеуімен екеуі төсекте жатқанда сөйлесе бастайды, жарайды, мен ол балаға көмектесем, өзім махаббатымды өлтіртем деп. Сосын кладовкаға барып зерттей бастайды. Сосын кладовкаға барса, жаңағы Сараның киімдерін тауып алады, бұрынғы. Сосын баламен сөйлеседі, қалай бала, не болды, шын жағдайды айтып берші, маман қалай өліп қалды, не болып қалды, не болды деп. Сол кезде айтады, сен қайтесің дейді. Сосын бала сұрайды, сен білесің ба не болғанын дейді. Мен білмеймін дейді. Нақтысын, сен менен сұрама, сен менің әкемнен сұра дейді. Менен сұрайын деп жынды болдың ба дейді. Сосын жаңағы мәйітіне барады Сараның бұрынғы, София екеуі. София подругасы шындықты айтып береді. Жаңағы мерей той жасап жатқанда дейді, подруга өліп қалады дейді, суда тоқтың ударынан жүрегі ауырады екен оның. Сосын жаңағы мән-жайын күйеуінен сұрайды, не болды, айтып берші маған дейді. Ол құлап тайып кетті дейді. Сосын құлап өліп қалды дейді. Сосын күйеуі баласымен әңгімелесіп отырады. Сосын бір мезетте Эльза ішіп алады, таза абыройдан айырып. Сұрайды, не болды, сен маман өлгенде қандай сезімде болдың десем, күлдім дейді. Бала жауап береді. Сосын жаңағы күйеуіне келеді, күйеуін апарып тастайшы дегенде машинамен сен ішіп алғансың, мен сені алмаймын деп күйеуі жауап береді. Күйеуі кетіп қалады. Одан қайғымында тұрған Эльза жылап, қайтадан кладовкаға барып зерттей бастайды. Кладовканы зерттесең тесік тауып алады. Жаңағы бала аңдыған екен екеуін төсектесіп отқан. Соны балаға сұрайды, сен аңдыдың ба бізді дейді. Иә деп жауап береді, аңдыдым. Бәрінде қарадым деп жауап береді жаңа қызға. Сен маған ұнайсың, мен Саранда бұрын аңдайтын, бірақ сен маған больше ұнайсың деп түсіндіреді жаңағы. Сосын шешін дейді, сол кезде айтып беремін бүкіл шындықты дейді. Сосын бүкіл шындықты айтпайтын бүтіп тұр Сосын жаңағы шелді көрсетуге келгенде тесік жоқ, жынды болғанмын ба деп ойлап қалады қыз. Жоқ қой, не болған саған дейді. Эльза түсінбейді. Сосын бала айтып береді, мен өлтірдім, бұның бәрі мен построить еттім деп шындықты. Айтпадың бұны деп. Сосын кім жындана бастайды. Өз ойынан өзі сенбей, ауырып жындаханаға түсіп қала жалдайды.
сосын итті өлтіріп тастағанын біліп қояды жаңағы күйеуі ұлына, бірақ ұрысқысы келмейді бала болған соң. Сосын психологқа түсіндіре бастайды анау баланың кінәлі екенін, оны сенбейді. Сосын аны психбольницаға тығып тастайды Эльзаны. Эльза негізі анау баланы өлтіргісі келеді, жыны тиеді анау балаға. Сосын психбольницадан шыққанда күйеуі қарсы алып алады. Күйеуі екеуі сөйлесіп, сүйісіп, бір-бірімен әңгімелесіп, жаңағы отношенияларын ладить етіп, сол кезде баласын ойнап жүргенін көріп қалады итпен. Сосын баласы айта бастайды, давай мен әкемді өлтірейін да екеуміз бірге тұрайық, екеуміз бірге болайық, ол кәрі ғой, сен қайтесің деп, жарайды деп келіседі өтірік қызы. Жаңағы сосын машина келе жатқанын көріп қалады да тасты жолға лақтырып қалады Эльза. Сосын баланы қағып кетеді машина, ол бала өледі. Осымен фильміміз аяқталды. Сіздермен болған Казахский Дерек каналыма жазылыңыздар.